Барлықтарына сәлемдестер, және менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео достар, барлық видео блогерлерге де бір пайдалы бір видео болады. Және бұл видеода мен сіздерге ұялы телефон экранын және өзіңізді бір мезетте бір видеода қалай көрсетуге болатындығын айтамын. Бұны кейбіреу білуі мүмкін, бірақ мен білмейтіндерге айтып жатырмын. Және кеттік. Ол үшін біз Play Marketке кіреміз. Және Мебизін деп аталатын бір приложение скачать етіп аламыз. Бұл приложение арқылы сіз ұялы телефон экранын видеоға түсіре аласыз. Және осыны скачать еткеннен кейін оны ашамыз. Және ашқан уақытта бізде мындай бір жұлдызша, және қағаз сияқты бірдеме и настройканың белгілері болады. Осы белгілердің біз настройкасына кіреміз. Настройкаға кіргеннен біз камера фейк деп аталатын қосымшаға кіреміз. Экранда көріп тұрғандарыңыздай, және кіргеннен кейін бұда бізде отключено деп тұрады, или включить деп болады. Отключить немесе включить етіп қойыңызға болады. Отключить еткен уақытта менің түрім көрінбей қалады, ал оны қайтадан включить ететін болсақ, менің түрім көрінеді. Және де бұның формасын өзгертуіңізге болады. Ол үшін бізде мұнда круглый болады. Круглый болғанда бір түрлі болып тұрады. Одан квадратқа қойған өте әдемі көрінеді. Осылай формасын өзгертуіңізге болады, және бұның размерін өзгертуіңізге болады. Ол үшін сіз мұны экранда көрініп тұрған өзіңіздің видеоңызды үстін басасыз. Білек басқаннан кейін мұнда екі жаққа қараған бір стрелка тұрады. Және сол стрелканы басып тұрып, созу арқылы размерін өзгертуіңізге болады. Осылайдан үлкен қойыңызға болады, болмаса кішірейтіп қойыңызға болады. Әрине өзіңіздің қалауыңыз бойынша оның размерін істей аласыз. Және де болды. Если достар бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, және менің арнама жазылып кетіңіздер. Және де пиар жасатқылары келетіндер болса, маған ВКонтактеде жазуларыңызға болады. Видеом аяқталды. Лайк басыңыздар, және де каналға жазылыңыздар. Пока!